Алаяқтық абыройға келмейді. Теріс қарап отырған мына жігіт бұл тіркестің мәнін жақсы біледі. Әрине, темір торға тоғытылғаннан кейін сұхбат беруге келіскен азамат өзін атамауда өңін көрсетпеуді өтінді. Өзі осы өңірдің тұрғыны. Айтуынша, түрмеге тоғытылмас бұрын банктердің бірінде жұмыс жасаған екен. Қызметін асырап пайдаланып, алаяқтық фактісі, яғни қылмыстық кодекстің 177 бабына сәйкес абақтыда мерзімін өтеп отыр. Анам жылады, әйелім екеуі. Бала-шаға кішкентай, қазір түсінбейді, бірақ жайлап өсіп келе жатыр. 2 ай сайын кездесуге кіріп тұрады. Енді үлкен өкініш сезімде болдым. Ойлаймын, әр адамда өзіне бір ошибка жасайды деп ойлаймын. Сол ошибкаға енді өкініп, сөйтіп отырмыз. Аяғын шалыс басып ағаттыққа бой берген азамат істеген қылына өкінетіндігін айтады. Темір тор табиғатыма әсер етті дейді ол. Алда жазасын өтеп, өзінің отбасымен жаңа өмірге қайта қадам баспақ. Адал еңбекпен жұмыс істеу керек. Ешкімнен ешнәрсе алмау керек, алдамау керек. Тек қана адал еңбекпен. Заңнан ешкім қашамайды. Қаладағы бақыларда ұсақ-түйек алаяқтықпен сотталғандар саны аз емес. Дені осында түскеннен кейін жасаған қылмысына өкініп, бармақтарын істейді екен. Мұны бізге түрмедегі сотталғандардың мінезін 5 саусағында біліп алған Гүлжан Ибраимова айтады. Тіпті темір торға түскендегі түсінігімен шығар сәтіндегі мінезі біршама өзгеретінді айтып қалды. Мұнда келген күннен бастап қандай жағдайда ол адам, бойында қандай күйзелісі, басым ба, үрей қорқынышы қандай, соның бәрін есепке алып отырамыз. Сонымен қатар жеке тұлғаны зерделеу сызбасы толтырылады. Жамбыл облыстық ішкі істер департаментінің мәліметіне сенсек, жыл басынан бері алаяқтық фактісімен 1486 қылмыстық іс тіркелген. Осыған сәйкес құқық қорғау қызметкерлері алдын алу шараларын облыс деңгейінде өткізіп жатқандығын айтады. В результате организационно-практических мер алаяқтық фактісіне қатысты Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігімен бірлескен практикалық іс-шаралар мен жиындар жиі ұйымдастырып тұрады. Мұндағы мақсат сотқа дейінгі тергеу амалдарының сапасын жақсарту, ашылмаған қылмыстардың санын азайту, сотқа жолданған істерді барынша қадағалау болып табылады. Алда бар бос шәкілер жайлы толығырақ арнамыздағы журналист жалғау қоғамдық сараптамалық хабарынан көре аласыздар. Нұрлан Асқар, Ермек Кеншінбек, 77 News.